Балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз сөздің дыбыстық сызбасы. Сөздің дыбыстық сызбасы сөзді дыбысқа бөліп, әр дыбысты арнайы белгімен көрсетіп салынған сызба. Біз сөзді айтамыз, тыңдаймыз, неше дыбыс бар екенін анықтаймыз, сол дыбыстарды сызба арқылы көрсетеміз. Дыбыс деген не? Дыбыс сөзді айтқанда естіледі. Ал әріп сол дыбыстың жазудағы белгісі. Біз дыбыстық сызбада әріпті емес, дыбысты көрсетеміз. Дыбыстар екіге бөлінеді: дауысты және дауыссыз. Дауысты дыбыстар ауызды ашып еркін айтылады. Оларды айтқанда кедергі болмайды. Дауыссыз дыбыстар айтылғанда ауаға кедергі болады. Ерін, тіл, тіс қатысады. Сөзде дауысты мен дауыссыз дыбыстар бірге кездеседі. Сондықтан біз сөзді дыбысқа бөліп, дыбыстық сызба жасаймыз. Мысалға, алма сөзін алайық. 4 дыбыстан тұрады. А дыбысы дауысты дыбыс, қызыл дөңгелекпен белгіленеді. Л дыбысы дауыссыз дыбыс, көк дөңгелекпен белгіленеді. Дыбысы дауыссыз дыбыс, көк дөңгелекпен белгіленеді. А дыбысы дауысты дыбыс, қызыл дөңгелекпен белгіленеді. Мысалға, тағы бір сөз алайық. От сөзі 2 дыбыстан тұрады. О дыбысы дауысты дыбыс, қызыл дөңгелекпен белгіленеді. Т дыбысы дауыссыз дыбыс, көк дөңгелекпен белгіленеді. Сабақты жақсы түсіну үшін тағы бір сөз алайық. Шар сөзін алайық. 3 дыбыстан тұрады. Ш дыбысы дауыссыз дыбыс, көк дөңгелекпен белгіленеді. А дыбысы дауысты дыбыс, қызыл дөңгелекпен белгіленеді. Р дыбысы дауыссыз дыбыс, көк дөңгелекпен белгіленеді. Балалар, ал енді сабақты қалай түсінгендеріңді білу үшін ойын ойнайық. Егер берілген сөз бен сызба сәйкес келсе, шапалақ ұрамыз. Ал қате болса, ұрмай, тыныш отырамыз. Келістік пе? Ал кеттік. Ара сөзі мен сызбасы сәйкес келе ме? Мұқият қараймыз. Келесі сөз. Келесі сөз. Келесі сөз. Келесі сөз. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі тақырыпты жақсы түсініпсіңдер.